Сәлем қыздар, жаз уақытысында етті майлы тағамдар көп желіне бермейді, сондықтан да осындай сорпа тағамдар көкөністермен араласқан жиі дайындаймыз. Бүгін борщ тағамын дайындайын деп отырмын. Ет, қырыққабат, қызылша, картоп, помидор, жуа қосып, мінекей етімізді суға бірінші қайнатып пісіріп аламыз. Етті ұзақ қайнатамыз, оның үстіне жаңа көкөністерімізді турап саламыз. Етіміз қайнап көбіктенген соң көбіктерін тазалап аламыз. Мінекей қызылшамызды бөлек ыдыста қайнаймыз. Пісуіне жақындаған кезде сорпамызға үккіштен өткізіп қосатын боламыз. Дәміне қарай тұзын қосып, сәбіз картоптарымызды қосып, жай отта қайната беретін боламыз. Үстіне қырыққабатымызды қосып, өте диеталық тағам, өте жеңіл, кешкі асқа дайындауға кеңес беремін. Мінекей сорпамыз дайын, қып-қызыл, өте дәмді, осындай болып шығады.